Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздерге Наурыз көженің рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалайық. Наурыз көжеге 7 түрлі дәм қосады. Мен тұз қостым, 2 түрлі дәнді дақыл, құрт және айран, су мен ет. Ең алдымен жылқының қазысын жуып, суға қайнатып пісіріп алдым. Кейде сүрленген ет те қосып жатады, ол енді әркімнің қалауы деп ойлаймын. Және де дайын ыстық сорпамыздан 2 ожау сорпаны құртқа қосамыз, өйткені біздің құрт қатты болғандықтан жақсылап езіп дайындап алуымыз керек. Егер сізде дайын езілген құрт болса, тіпті жақсы. Үстіп жақсылап араластырып езіп, құртты дайындап аламыз. Енді дәнді дақылдарымызды жақсылап жуып, тазалап дайындап қояйық. Енді біздің піскен қазымызды түсіріп, сорпамызды сүзіп дайындап аламыз. Дайын тұрған сорпаға жуылған біздің дәнді дақылдарымызды қосып, пісіріп аламыз. Сорпамыз шамалы қайнай бастағанда дайын тұрған құртымызды қосамыз. Құрт қосатын болғандықтан сорпаның тұзын жақсылап қадағалаңыз, өте көп болып кетпеу үшін. Енді біздің пісіп тұрған қазымызды турап дайындап аламыз. Етті қаншалықты қосатыны әркім өзіне байланысты. Мен осы қазының тең жартысын қосамын. Сол жеткілікті. Дәнді дақылдарымыздың барлығы пісіп толығымен дайын болғанда, біздің туралған етімізді қосамыз. Және де ең соңында отты сөндіріп, 1 стакан айран құйып, сорпамызды араластырамыз. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Наурыз көжені жалпы әркім өз қалауы бойынша әртүрлі жасайды. Өзіме осы рецепт бойынша жасаған ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын.